Мұхтар жанға қамқорлық көрсетіп, анасының ақ батасын алды. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы сал ауруына шалдыққан 18 жастағы Шахтинск қаласының тұрғынына арнайы қажеттілікке сай кресло арбаны тарту етті. Құны шамамен 1,5 миллион тұратын мамандандырылған арбаны емденген отбасы қуанышын жеткізді. Мұхтар жанға бұл ретте аурудың азабын тартып, бейнетін сезінетін жанға қол ұшын созып, қажеттілігін өтеу қашанда берекеліс. Ой, молодец, они осы етмешіл жылдан бері азаматтың да арманым осы рахмет, барлықтарыңызға да рахмет. Шахтинск қаласының тұрғыны Азамат есімді жасөспірім жастайынан балалардың церебральды паралич сырқатына шалдыққан. Азаматтың отбасы Шахтинск қалалық әкімшілігіне барып, баласына арнайы кресло арба алуға жәрдемдесуін сұраған. ArcelorMittal Теміртау компаниясы бұл өтінішке елең етіп, құны шамамен 1,5 миллион теңге тұратын кресло арбаны тарту етті. Компания басшылығы, әкімшілік өкілдері бұл күні азаматтың үйіне арнайы барды. Біз әлеуметтік тұрғыдан жауапты, әлеуметтің әлеуетін жақсартуға бағытталған компания ретінде біз азаматтың сұранысына орай оған қажетті арнайы арба алдырттық. Бұл біздің қайырымдылық сипаттағы ісіміздің бірі. Осы жерде іскерлігімізді жүргізудеміз. Жұмысымыз жүйелі, соған сай әлеуметтік қолдау аясындағы осындай жоспарларымызды жүзеге асыра береміз. Азаматқа сал сырқатына шалдыққан жандарға аса қажетті мамандандырылған рейсер кресло арбасын табыстады. Бұл арба науқас жанның қажеттілігін барынша ескеріп, аса ыңғайлы, қимыл қозғалысқа да жақсы бейімді жасалынған. Арнайы қауіпсіздік, белдігі, биіктігі ретке келтіру, отыру, жантайып жатқызу әрекеті де ескеріліп жабдықталыпты. Міне бүгін мен қуанып отырмын қатты. Осы бүгін мен қуантқан ArcelorMittal кісілері көп рахмет, о кісілерге Алла разы болсын. Мені қуантты, Аллах тағалам оларды да қуантсын. Жұмыстарына табыс, семьяларына бақыт тілеймін. Екі дүнияның Алла бақытын нәсіп етсін. Мамандандырылған арбаның құны шамамен 1,5 миллион теңге. 3 баласы бар отбасыға мұндай арбаны өздігінен сатып алу әрине қиынға соғады. Қуантарлығы сол, сырқат жасөспірімге ыңғайлы орын, қажетті арба ұсынылды. Бір отбасы қуанышты болып, қайғысы ортайды. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.